Ата, аяулы аналар, ардақты ұстаздар және сүйікті оқушылар. Бүгінгі кеш 3 жұлдыздың тоғыстырған ерекше сәт. Осы бейнені көруге ата-аналарды, ұстаздарды және оқушыларды 8 мартта құттықтай отырып, сіздерге арнаған өнерімізді ұсынамын. Адашы, ұстазым, жүрегім толқып тұр бүгін. 3 жұлдыз боп жанайық деп асқақтады үмітшін. Арманымды қанат қылып, өнерімді серпетіп, жарық болып жаныме үлгі өнер көрсеттің. Қызым менің, аяла, біз әрқашан жаныңдамыз. Жүрегіңе сенім беріп, ақ тілекпен қолдаймыз. Ірілігіңмен, сеніміңмен, біліміңмен көрінбе, жұлдыз болып жарқыра, біз сен үшін толғаймыз. Аяла, алғаш әріп тануды алғырлықпен бастадың. Кішкентай бала кезіңнен зор үмітті арттырдың. Міне бүгін 3 жұлдыз боп жарқырадық сахнада, жарқырай бер шәкіртім, асқақтасын арманым. Алғашқы сахналық қойылым аяла партадағы оқушы. Отыра бересің. Мына вот қашан бітер, сол кезде бірақ қайтасыңдар. Қаштай қайтарамыз. Армандаған ұстаздық. Келесі сахналық қойылым аяла болашақ әріптестермен. Журнал бойынша
комиссия. Қанеке оқушылар не деп айтуымыз керекпіз? Саламатсыз ба, комиссия! Келгендеріңізге қуаныштымыз! Біздің мектепте жақсы, біздің мектеп керемет. Бәрінен де жақсы мектеп. Біз тұрғандардай оқушылар өте қуанышты. Сұрақтарға дайын. Тексеріп көрейік. Қайтады. 1992 жылы бірінші экспедицияны Кристофер Колумб жасады. Тамақ кеттік. Қазір әне? Дөргі сабақтың маңғазға қанда қандығы. Дұрыс. Ал қай жыл болды? 1992 жылы бірінші экспедицияны Кристофер Колумб жасады. Тағы да бір тамақ кетті. Қазір әне? 1453 жылы қанда қандығы құрылды. Ал аман кетті. Кристофер Колумб бірінші экспедициясы қай жылы болды? 1400 ұмытпалма абай. Жарайды, қадірлі. 1492 жылы бірінші экспедицияны Кристофер Колумб жасады. Сіз жылдың аман келді бұл жылды. Ерсанат, қазақ хандығы ресейге қашан қосылды? Сұрақта қайталамын. Қазақ хандығы ресейге қашан қосылды? Нешедесін? 1900. Ал екінші шарты неше? Нешеуші тәремеспін ғой, Ерсанат? Жиырма қоймай, Ерсанат? Одан кішкентерміз. 25 оғым келеді, бірақ одан кішкене жоғады. 31 бәрі. 38. Жоқ, бұрылған жылдай шағын. 1731 жылы дұрыс. Ерсанат, Ерсанат, 100 жылдық сол қашан болды? Сабыр кеді. Сабырлы бақыр. Айтпай отты. Ерсанат өзі айтты. 800 жылдық соғыс 13 жылы жалғасты. Евразийский соғыс 1423 жылы 1431. Ал соғысы 1325 жылы. Керемет! Керемет оқушы жыл! Кешіріңіз бөлейін, иә? Қарап отырсақ, балалардың барлығы жақсы дайындап кетті. Енді сұрақты бізде қойсақ, қайда сұрақты қоясыз бізде? Әрине, оқушылар бәрі жауап береді. Ал жаңа қарап отырсақ, Ерқанат көппен Ерқанатқа сұрақ қойсақ, қайда Ерқанат сұрағы? Ал бірінші сұрақ. Жәнібек Сұлтанның ұлының аты. Ал екінші сұрағымыз, Шыңғыс хандығын басқарған кім? Ой, жақсы. Ал енді қазақ хандығын бірінші басқарған білетін шығарсыңдар, иә? Керемет екен, барлығы керемет екен. Ал біз ондай болса, біз кете береміз. Сізге тағы басқа сұрақтар тексереміз. Сау болыңыздар! Бәттін, еді ғой келгені? Неге? Несі? Физика пән мұғалім, химия пән мұғалім. Сендерді оқушылар болды. Қазуға думашы ғой. Осы не жауап бердіңіздер? Ой, енді өзім сұрағаннан кейін. Ал ендігі қойылым заманауи оқушы отбасында. Мен Османның анасымын ғой. Сұрайын деген Османның математикасы қандай? Тупой? Енді тупой болса оқытпайсыздар ма? Бірге
бірді қоса алмайды. Қоса алмаса қостырыңыздар. Не үшін бердік біз қосымшаға? Бопты. Жарайды. Беремектің. Жұмыстан келсін де қарап Кім ол сөйлесіп жатқаның? қосымшадан беретін ағайым ғой. Не дейді? Баламызды тупой дейді, бірге бірді қоса алмайды дейді. Тупой дейді? Бірге бірді қоса алмайды дейді? Мен сол қосымшаға бірге бірді қоса алмаса, келісіп қазір жағын шығарайын. Ол енді ұрыспай ақ қойшы, онсыз да мия қатып жүрген балаға. Осы қазіргі мектептің бағдарламасына мүлдем көңілім толмайды. Байғұс немерем таңертең сабаққа кетеді. Түсте сабақтан келеді. Одан қосымшадан қосымша, ағылшыннан қосымша, орыс тілінен қосымша, әдебиеттен қосымша, одан әлгі бар еді, аты қалай әлгі? Каратеден қосымша, ертең дене мен еңбектен қосымша шықса таңғалмай. Енді қосымшаға берсек, елдің баласына қалмасын деп отырмыз. Қазір елдің бәрінің балалары қосымшада ғой. Ойбай-ау, бұрын біз 11-ші сыныпта өткен тақырыпты олар 4-ші сыныпта өтіп жатыр ғой. Сол дұрыс па енді? Дұрыс. Ми ашып кетпей, мұғалімдердің қалай сабақ беріп жатқандарына таңғаламын. Олай болса, келесі жыл 5-ші сыныпта диплом аласың немерем. Бопты, көреміз елмен бірге. Артында 44 кітап, қолында дене киімі салынған пакет. Қазір келеді ғой, көресіздер өздеріңіз. Ана шахматтағы атқа ұсап қалмаса болар еді. Беті өсіп келе жатыр ғой, міне былай. Сабақтың біткеніне қанша уақыт болды? Қайда жүреді бала? Келсінші қазір жанын шығарайын. Бүгін сенбі ғой, ерте келіп қалар. Келдік өзі. Бас аяғыңды тез-тез. Кел бері. Бас. Баса алмай жатыр, баса. Ей! Бас тез-тез аяғыңды. Қолыңдағы не андағы? Апай тағы кітап беріп жерді, өзім кітабым аз сияқты. Бас аяғыңды тез-тез Баса енді. алмай жатыр қой. Ей! Айналайын осы маңдай тұра қойшы, қалқам. Тұра қойшы. Отыршы кел. Күнде осы. Әбден шаршаған. Ойбай. Әкелші, не берді? Аяғыңа мен саған туфли кигізіп жүрсем, кроссовки киіп келгенің не сен? Асықтым ғой, уақытым болған жоқ. Не шаршап жүресің осы сен? Шаршу кетті. Біздің мектептегі ағайын-байлардың бәрі мұғалімдіктен кетіп қалсыншы. Сен не шаршап жүресің осы? Шаршадым. Таңертең 8:30-да кеткен, кешке 8:30-да келдім. Мектепте күнде есеп шығарып шаршадым. Таңғы 8:30-да кеттім. Мен университетте оқып жатырмын ба, әже? Қайдан білейін енді мен оны? Bir vaqt asliq o'ynamasam, bir vaqt to'p tepsam. Men bundir ketdim, kim bilaman mama. Arsam ag'rab ketib bari turib. Не шаршап жүресің осы сен? Шаршып ketdi. Анаңа математикадан қосымшадан беретін ағайын хабарласыпты. Не deydi ол? Сені тупой депті, бірге бірді қоса алмайды депті. Өтірік айтады ол. Не үшін бердісің қосымшаға? Бірге бірді қоса алмасаң. Жарайды, ұрыспай ақ қойшы. Бірге бірді қоса алмаса үйренеді. Бала ғой енді бұл. Әжесі жақтаспаңызшы балаға. Қатты оқыған адам сияқты. Мен саған қазір есеп жасырамын. Сенің қолыңда 2 алма бар. Оның біреуін мен қайтып алдым. Қолыңда неше алма қалды? Жарықта есіп шығарып келсем, тағы есеп бе. Ей, сен бала. Сенің қолыңда 2 алма тұр. Кім берді оны? Ей, Енді өзің дұрыс емес сұрақ қойып жатсың ғой. мен бердім, мен. Ал. Сенің қолыңда 2 алма тұр. Біреуін мен қайтып алдым. Неге аласың? Мама деген балаға бермей ма? Әжесі үйде алма бар ма? Алманы жеп тауыстық қой. Енді не бар енді? Сәбіз бар үйде. Алманы шығара алмаймын. Соның сәбізді алып келіңізші енді. Алманы шығара алмаймын. Алманы 1-ші сыныптан бері шығара алмағам. Сәбізді шығарамын. Енді сәбізді точно шығарасың ба? Шығарамын. Көреміз қазір. Сенің қолыңда 2 сәбіз тұр. Біреуін мен қайтып алдым. Енді неше сәбіз қалды? Дәу сәбіз қалды. Енді болды ғой, шығара алады екенсің ғой. Айттым ғой, алмадан шатасып кете беремін. Болды, осы бар. Сен ешқандай да қосымшаға бермейміз.
Sen balaның мен қосымшамен қашытып жүрген екенбіз. Сабаққа да бармай ақ қояйыншы. Сабаққа барасың. Бір күн демалайыншы. Барасың сабаққа. Сен не шаршап жүресің осы? Ызыңдай бермеші кешке. Таңертең қосымша, обедте қосымша, кешке қосымша, қосымшадан қосымша. Ыңғай бермеші. Қалқам айналайын. Кіші киімің қайда? Қайда кетті? Ол қалқа бізге. Мына жақта тұр еді ғой. Не ол, не? Мына жақта тұр еді ғой. Айтса енді аты бар ма оның? Сөмкем қайда? Ей, тұр ғой міне. Не шаршап жүресің осы сен кешке? Ойбай. Әне, балаға ұрсып жатыр едіңдер. Жүр болды, заңдай бермейді. Немерелер өсем дегенше, қой мен бұларға шайларын берейін. Бүгінгі кеш 3 жұлдыздың ғана емес, барша аналарымыздың, барша ұстаздарымыздың және құрбыларымыздың ортақ мерекесі. Осы мерекеге атсалысқандар Толғанай, Зарина, Жансая,